Екі мәрте ксро атағын алған 65 ұшқыштың бірегейі. Әуе шабуылдары жөнінен аңыз адам. Соғыс жылдары 300 мәрте әуеде қалықтап, 10 шақты жау шағының көзін құртта мен суреттеп тұрған аспан адамы Талғат Бигелдинов биыл батырдың туғанына 100 жыл. Бала Талғат ұшқыш болуды армандады. Орыс тілін білмесе де, 13 жасында еш қиындыққа қарамастан арманына қол жеткізу үшін өз еркімен орыс тілді мектепке ауысқан. Өжет жігіт 16 жасында екі капитан романның кейіпкерлеріне қызығып, жауынгерлік ұшулары мен аспанды армандай бастады. Сөйтіп түкті жүрегімен еш қорықпай жауға аттанды. Талғат мінген ұшақты жұрт қара ажал деп атаған екен. Соғыстың ең үлкен тәлімі қалай тірі қалу. Қорқақты көрсетсең болды. Оқ сені келіп тауып ала қоятын айттым жаңа. Ал тірі қалу үшін не істеу керек? Высокую силу волю надо иметь. Тек ол ғана емес, әрине, тәртіп керек алдымен. Екінші, күш-жігер қажет. Сосын жан-жақты меңгерген адам болу керек. Тек оның ішінде рухани емес, кәдімгі денеңнің, тәніңнің күшті, мықты болғаны үлкен рөл атқарады. Осының үшеуі болса сен тірі қаласың, болмаса тірі қалмайсың. Талғат Бигелдинов Алматыдағы Шевченко және Қонаев көшелерінің қиылысында орналасқан нөмір 151-ші тұрғын үйде тұрған. Өмірдің соңғы 20 жылын осы жерде өткізді. Ал бүгінгі күні батырдың рухына арнап арнайы ескерткіш тақта қойылған. Талғат Бигелдинов көзі тірісінде халықтың ықыласын сезген жан. 2000 жылы Көкшетау қаласында Ұлы Отан соғысының даңқты батырының қола мүсіні қойылды. Сонымен қатар бүгінде Ақтөбедегі әуе қорғаныс күштері әскери институтына, сондай-ақ Қарағандыдағы республикалық әскери мектеп-интернатқа Талғат Бигелдиновтың есімі берілген. Бөгенбай батырдың ұрпағы қорқушы еді. Ондайға уақытым болған жоқ мен. Сосын қорқуға да болмайды. Қорқсаң болды, өлесің. Соғыстың сондай бір заңы бар өзі. Ал бірақ ойымдайсың. Онсыз болмайды. Неге ойымдамайсың? Соғысқа кірейін деп тұрған сарбаз тұрмақ. Ертең жарысқа шығайын деп тұрған спортшылар да ойымдайды ғой. Бүгінде ұшқыш боламын деген әрбір жас Талғат Бигелдиновтың ерлігін еске алады. Батырдың ізімен жүруді мақтан тұтады. Қазақтың қайсар ұлы 2014 жылдың 10 қарашасында дүниеден озды. Көк аспанда қалықтап ұшқанды жаны сүйген ол қайтадан аспанға аттанды.